бүгінгі қазақ елі, әрбір қазақтың жігіті сол Қойгелді батыр сияқты болатын болса, біз әлемдегі ең мықты ел болатын едік. Намысты қолдан бермейтін едік. Әрбір қазақтың қызы отында отырған сіздердің қарындастарыңыз, әкпелеріңіз, болашақ ана ұлттың қазынасы. Егер өзінің қарындасını құрметтемесең, сен көшедегі қызды мүлдем құрметтемейсің. Егер сен өзінің анаңды сыйламасаң, онда көшедегі қызға сен пысқырып та қарамайсың. Ал анасын сыйлаған, өзінің қарындасына ағалық ниетпен қарайтын, оның әрбір жүріс-тұрысына, киіміне қадағалап отыратын аға көшедегі әрбір қазақтың қызы жақсы көреді. Оған жамандық әкелмейді, клубқа барып қыдырмайды, жаман ой, жаман пиғылда болмайды. Кім сенің жаңағы қарындасыңа, немесе анаңа, немесе әкпеңе келіп, жаман пиғылмен келіп тиіскенін қалайсың? Қайсысын қалайсың, жігіттер? Қолдарың көтеріңдерші. Мен қалаймын анама біреудің тиіскенін, мен қалаймын қарындасыма біреу тиіскенін деп айтыңдаршы. Ешкім айтпайды. Өйткені жүректеріңде намыстарың бар сендердің. Мына қазақтың қыздарының барлығы қара көздер, айналайындар, біздің қарындасымыз емес па? Сондан ойланыңдар. Егер сен біреуді қатырып жүрсең, бір қызды ойла, ертең сол сенің басыңа келеді. Өмір алма кезек. Ертең сенің қызыңның басына келуі мүмкін, қарындасының басына келуі мүмкін. Сондан Алладан қорқыңдар, жігіттер. Жүрген жерлеріңде әрбір қадамдарını байқап басыңдар. Өйткені бұлар ана болашақ. Біздің ұрпағымыз көбейтетін осы қыздар. Көрдің ба? Аға болыңдар, сыйлаңдар. Қазақтың қызының бір тал шашын түсірмеңдер жерге. Көшеде біреу тиісіп жатса қорғаңдар барып. Орын беріңдер автобуста қыздарға, көтеріңдер дәрежесін. Ал қыздар соған лайық болсын, сыйласын. Біреу бетіңе күліп қараса соған кет қамаңдар артынан. Біреу гүл берсе соған ашылып кетпеңдер. Көрдің ба, қыздың құны жоғары, намыстарын жоғары болу керек. Қазақтың қызы ұлттың қазынасы бол.